Жігіттер, не істеймін? Бұл қызды жақсы көрмеймін, бірақ аяғы ауыр болып қалды, дедім қасындағы қазақ достарыма. Олар бір-біріне үнсіз қарап қалды. Бұл оқиғаның соңы сіз ойлағандай болмайды. Арнамызға тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қай қаладан, сағат қаншада көріп отырғандарыңызды міндетті түрде жазыңыздар. Баршаңызға сәлем жолдаймыз. 4 жыл бұрын жұмыс іздеп Оңтүстік Кореяға келген едім. Үйдім жалғыз ұлы болғандықтан, ата-анам менен үлкен үміт күтетін. Кореяда бір зауытқа жұмысқа орналастым. Сол жерде Айдана есімді қазақ қызымен таныстым. Айдана екеуміз алғашында жай ғана әріптес болдық. Бір-бірімізге көмектесіп, жұмыстан кейін бірге тамақ ішіп, демалыс күндері қала аралайтынбыз. Шетелде жалғыз жүрген адамға туған жерінен келген біреудің жанында болуының өзі үлкен демеу екен. Бірақ мен оны ешқашан сүйген емеспін. Ол маған жүрегін беріп қойғанын сезетінмін. Ал мен оған болашақ жайлы ешқандай уәде берген жоқпын. Бір күні жұмыстан келгенімде Айдана үнсіз отыр екен. Жүзі бозарып кеткен. Саған айтар маңызды әңгімем бар, деді. Не болды, дедім. Ол қолындағы жүктілік тестін маған созды. Менің аяғым ауыр. Сол сәтте жүрегім дүрсілдеп кетті. Не айтарымды білмедім. Басында мың түрлі ой, елдегі ата-анам, болашағым, жауапкершілік. Сол түні көзіле алмадым. Ертеңіне қазақ достарымды шақырып алып, шынымды айтсам, бұл қызды сүймеймін, бірақ ішінде менің балам бар. Не істегенім дұрыс, деп ақыл сұрадым. Бәрі үнсіз қалды. Бір кезде үлкендеу жігіт, сүймесең де дүниеге келетін баланың еш кінәсі жоқ. Ертең сол бала сенен әкесін сұрайды, деді. Осы сөз менің санамнан кетпей қойды. Бірнеше күннен кейін Айданаға барып, мен өтірік сөйлегім келмейді. Қазір сені сүйем деп айта алмаймын, бірақ сені де, баланы да жалғыз қалдырмаймын, дедім. Айдана үндемеді. Тек көзінен аққан жасты сыртып, маған осының өзі жеткілікті, деді. Ол кезде бізді тағдырдың бұдан да ауыр сынағы күтіп тұрғанын ешқайсымыз білмедік. Айлар өте бастады. Мен бұрынғыдай тек өзім үшін емес, дүниеге келетін сәбиім үшін еңбек еттім. Артық ауысымдарға қалып, демалыссыз жұмыс істейтін болдым. Айдана да соңғы айларына дейін жеңіл жұмыс істеді. Бір күні кезекті тексеруге бірге бардық. Дәрігер ультра дыбысты ұзақ қарап отырды. Екеуміздің де жүрегіміз дүрсілдеп кетті. Бір кезде ол күлімсіреп, құттықтаймын. Сіздер бір емес, екі сәби күтіп жүрсіздер. Егіз қыз, деді. Мен алғашында сенбедім. Шынымен егіз бе? Деп қайта сұрадым. Дәрігер басын изеді. Сол күні үйге қайтып келе жатып, өмірімде алғаш рет әке болатынымды толық сезіндім. Бәлкім мен Айдананы сүймеген шығармын. Бірақ ішіндегі екі кішкентай қыздың өмірі үшін бәріне дайын едім. Жүктіліктің 7-ші айы басталғанда күтпеген жағдай болды. Түн ортасында Айдананың іші қатты ауырып оянды. Бірнеше минуттан кейін толғағы басталды. Жедел жәрдем келгенде дәрігерлер оның ерте босанатынын айтты. Біз тұрған өндірістік аймақтан ең жақын перзентхана өте алыс еді. Көлікпен бірнеше сағат жүретін жол. Дәрігерлер уақыт жоғалтпай, тікұшақ шақырыңдар, деп бұйрық берді. Бірнеше минуттан кейін медициналық тікұшақ қонды. Айдананы зембілмен алып шығып, тікұшаққа мінгізді. Мен де бірге отырдым. Тікұшақ аспанға көтерілгенде жүрегім атша тулап тұрды. Сол сәтте ішімнен, Алла, тек үшеуінде аман алып қалшы, деп қайта-қайта дұға оқыдым. Бірақ дәрігерлердің бірі маған бұрылып айтқан бір ауыз сөзі жанымды мұздатып жіберді. Жағдай өте ауыр деген дәрігердің сөзінен кейін жүрегім тоқтап қалғандай болды. Тікұшақ перзентханаға қонған бойда Айдананы бірден операция бөлмесіне алып кетті. Ал мен дәлізде жалғыз қалдым. Қолым дірілдеп, не отыра алмадым, не жүре алмадым. Сағатқа қайта-қайта қараймын. 1 минуттың өзі 1 сағаттай көрінді. Бірнеше сағаттан кейін операция бөлмесінің есігі ашылды. Дәрігер сыртта шығып, құттықтаймын, 2 қызыңыз дүниеге келді, деді. Көзіме еріксіз жас келді. Айдана ше? Деп асыға сұрадым. Анасының да жағдайы тұрақталды, бірақ нәрестелер ерте туғандықтан біраз уақыт арнайы бөлімде жатады. Сол сәтте иығынан ауыр жүк түскендей болды. Бірнеше минуттан кейін мейірбике маған 2 кішкентай қызымды көрсетті. Екеуі де алақандай ғана, өте кішкентай, бірақ дем алып жатыр. Мен олардың титтей қолдарын көріп тұрып, әкелерім сендерді ешқашан тастамайды деп сыбырладым. Сол күннен бастап өмірім түгел өзгерді. Күн сайын жұмыстан кейін ауруханаға келемін. Қыздарыма қарап сағаттап отырамын. Олардың күн сайын салмақ қосып, күшейіп келе жатқанын көрген сайын қуанышым арта түсті. 2 айға жуық уақыт өткен соң дәрігер,
Екеуінің де жағдайы жақсы, үйлерімізге шығара аламыз деді. Біз бірден Қазақстанға қайтуға дайындала бастадық. Менің әке-шешем әлі ештеңе білмейтін. Оларға тек жақында үлкен тосынсыймен барамын деп қана айтқан едім. Бірақ Қазақстанға қайтар күні бізде бәрінен де қиын мәселе күтіп тұрғанын ол кезде ешкім білмеді. Қазақстанға қайтатын күн де келді. Барлық затымызды жинап, қыздардың құжаттарын рәсімдеуге кірістік. Бірақ дәл сол кезде күтпеген мәселе шықты. Қыздарымыз ерте туғандықтан ауруханада ұзақ жатқан еді. Соған байланысты олардың құжаттарын рәсімдеу мерзімі де созылып кеткен екен. Енді Қазақстанға бірден ұшып кете алмайтынымыз белгілі болды. Тағы бірнеше апта күтуге тура келді. Сол уақыттың әр күні біз үшін ауыр өтті. Ақыры барлық қажетті құжаттар дайын болып, көптен күткен күнде жетті. Ұшаққа мінген сәтте жүрегім ерекше толқыды. 4 жыл. 4 жыл бойы көрмеген туған жеріме енді 2 қызымды көтеріп қайтып бара жатырмын. Ұшақ Алматыға қонғанда көзіме еріксіз жас келді. Әкем мен анам бізді әуежайдан қарсы алуға келген екен. Мені көрген бойда әкем құшақтап, «Аман келдің жалғызым» деді. Ал мен үнсіз ғана қыздарымды көтеріп олардың алдына бардым. Әкем алдымен ештеңе түсінбей қалды. Бірнеше секундтан кейін ғана 2 сәбиге көзі түсіп, «Бұлар менің немерелерім бе?» деп даусы дірілдеп кетті. Мен басымды изедім. Әкемнің көзінен жас парлап ақты. Аллаға мың шүкір, ұлым аман келді. Үстіне 2 бірдей немере сүйгізді, деп 2 қызынды кезек-кезек құшағына басты. Сол күні үйімізде үлкен қуаныш болды. Бірақ сол қуаныштың ұзаққа созылмайтынын, көп ұзамай бір адамның біздің отбасымыздың тыныштығын бұзатынын ол кезде ешкім сезбеген еді. Ауылға келгенімізге 1 аптадай уақыт өтті. Әкем 2 немересін қолынан бір сәтке де түсірмейтін. Мен осындай күнді 4 жыл күттім, деп қайта-қайта маңдайларынан сүйетін. Анам да Айдананы туған қызындай қабылдады. Балам, алыста қанша қиындық көрсеңдер де, енді бәрі артта қалды. Бұл үй сендерді мейірім, деп құшағына басты. Мен олардың осылай тату болғанына іштей қуанып жүрдім. Бірақ өзімнің ішімде бір мазасыздық кетпейтін. Айдана маған жақсы жар болуға тырысатын. Қыздарымды қалай жақсы көретінімді күн сайын сезіне бастадым. Ал оған деген сезімім әлі де анық емес еді. Бір кеште әкем мені сыртқа шақырып алды. Балам, бір нәрсе сұрайыншы? Осы келінді шын сүйесің бе деді. Мен біраз үнсіз тұрдым. Сосын баяу ғана. Әке, өтірік айтқым келмейді. Әлі сүйем деп айта алмаймын дедім. Әкем терең күрсінді. Сезім уақытпен келеді. Бірақ бір нәрсені ұмытпа. Анау 2 қыз сендердің бақыттарын. Солар үшін бір-бірінді қадірлеуге тырысыңдар деді. Әкемнің сөзін тыңдап көпке дейін ойланып жүрдім. Сол түні үйге кірсем, Айдана 2 қызымызды құшағына алып ұйықтап қалыпты. Олардың жүзіне ұзақ қарап тұрдым. Ішімде бұрын болмаған бір жылылық пайда болды. Сол сәтте телефон қоңырауы шыр ете қалды. Экранда Кореяда бірге жұмыс істеген досымның аты тұр екен. Тұтқаны көтергенімде, оның алғашқы сөзі мені есеңгіретіп жіберді. Сені Кореядан іздеп жатыр. Бұл мәселе әлі жабылмаған екен. Жүрегім зу ете қалды. Сені Кореядан іздеп жатыр. Бұл мәселе әлі жабылмаған екен. Деген сөзді естігенде бойымды қорқыныш биледі. Не болып қалды? Деп асыға сұрадым. Сен жұмыс істеген компанияға қатысты тергеу басталыпты. Барлық бұрынғы жұмысшылардың құжаттарын қайта тексеріп жатыр екен. Сенен де кейбір құжаттарды сұрауы мүмкін. Телефонды қойған соң ұзақ уақыт үнсіз отырды. Айдана бірден менің көңіл күйімнің өзгергенін байқап, не болды деп сұрады. Мен бәрін жасырмай айтып бердім. Ол аздап ойланып, егер ешқандай заңсыз іс жасамаған болсам қорықпа, барлығы шешіледі деді. Бірақ менің көңілім орнына түспеді. 2 күннен кейін белгісіз нөмірден қоңырау түсті. Өзін Кореядағы компанияның заңгер ретінде таныстырған адам. Бізге сіздің қатысуыңыз қажет болуы мүмкін. Кейбір құжаттарға қол қоюымыз керек деді. Менің Қазақстанға жаңа ғана оралғанымды естіген ол, әзірге ешқайда келудің қажеті жоқ. Құжаттарды онлайн рәсімдеуге тырысамыз деді. Сол кезде ғана сәл тыныштала бастадым. Бірақ бұл жағдайдан кейін өмірге деген көзқарасым өзгерді. Мен 4 жыл бойы тек ақша табуды ойлаппын. Ал дәл қазір мен үшін ең үлкен байлық үйдегі 3 жан еді. Әкем, Айдана және бесікте жатқан 2 кішкентай қызым. Сол кеште алғаш рет Айдананың жанына барып,
Осы уақытқа дейін саған жақсы көрем деп айта алмадым. Бірақ сенің маған қаншалықты тірек болғаныңды енді түсініп жүрмін дедім. Айдана үндемеді. Тек көзіне жас алып жымиып қойды. Дәл сол сәтте сырттан көлік тоқтаған дыбыс естілді. Әкем терезеге қарап, балам, үйге біреулер келді, сені сұрап тұр деді. Есіктің ар жағында тұрған адамдарды көргенде менің өмім бірден бозарып кетті. Есіктің алдына шыққанымда екі ер адам мен бір әйел тұр екен. Өздерін мемлекеттік мекеменің қызметкерлері ретінде таныстырды. Уайымдамаңыз, біз сізді қамауға келген жоқпыз. Бірнеше құжат бойынша ғана түсініктеме алуымыз керек деді. Әкем мен анамның өмі бірден өзгеріп кетті. Айдана болса, екі қызымызды құшағына қысып үнсіз тұрды. Мен олардың соңынан еріп, аудан орталығына бардым. Бірнеше сағат бойы сұрақтарға жауап бердім. Бақытыма қарай, мен ешқандай заң бұзбаған екенмін. Тек бұрын жұмыс істеген компанияның құжаттарына байланысты куәгер ретінде түсініктеме бергенім жеткілікті болды. Кешке қарай үйге қайтып келдім. Үйге кірген бойда әкем құшақтап алды. Балам, ама келгеніңе шүкір. Бір сәтке қорқып кеттік деді. Айдана да үнсіз ғана көз жасын сүртті. Сол күні кешке екі қызымды кезек-кезек қолыма алып ұзақ отырдым. Олардың кішкентай саусақтары менің саусағымнан ұстап жатқанда жүрегім ерекше елжіреді. Сол сәтте мен өзіме өзім, мен осы қызды сүймеймін деп қанша айтсам да, ол менің ең қиын күндерінде жанымнан табылды. Ал мына екі сәби біздің тағдырымыз деп ойладым. Айдана ас үйде кешкі ас дайындап жүр екен. Мен алғаш рет оның жанына барып, Айдана, осы уақытқа дейін саған әділ бола алмадым. Бірақ бүгін бір нәрсені түсіндім. Сен менің балаларының анасы ғана емес, осы үйдің берекесі екенсің дедім. Айдананың көзіне жас келді. Ол ештеңе демеді, тек жай ғана. Маған осы сөздің өзін есту 4 жыл күткен бақытым сияқты деді. Біз жаңа өміріміз басталғандай қуанып жүргенде, ертеңіне таңертең үйдің қақпасының алдына қымбат қара көлік келіп тоқтады. Көліктен түскен адамды көрген Айдананың жүзі аппақ болып кетті. Ол мұнда не істеп жүр? Деп сыбырлады. Айдананың жүзі бір сәтте аппақ болып кетті. Ол екі қызымызды құшағына қысып, орнынан қозғала алмай қалды. Ол мұнда не істеп жүр? Деді дірілдеген дауыспен. Мен ештеңе түсінбей сыртқа шықтым. Қара көліктен 40-тар шамасындағы ер адам түсті. Қолында кішкентай сөмкесі бар. Ол маған жақындап келіп, «Сен Даниярсың ба?» деп сұрады. «Иә, менің атым Ким мырза. Сен Кореяда жұмыс істеген зауыттың директорымын». Мен аң-таң болып қалдым. Оның Қазақстанға дейін келгеніне таң қалдым. Әкем де сыртқа шықты. Ким мырза қазақша білмейтіндіктен ағылшынша сөйлей бастады. Мен аударып беріп тұрдым. «Мен сендерді арнайы іздеп келдім. Себебі сен Кореядан кетер кезде өзінде білмейтін бір жағдай болған». Жүрегім дүрсілдеп кетті. «Қандай жағдай?» Ким мырза сөмкесінен бір папканы шығарып, «Сен 4 жыл бойы адал еңбек еттің. Бірақ есеп бөліміндегі қызметкер сенің соңғы бірнеше айлық еңбек ақың мен өтемақыңды рәсімдемеген. Кейін тексеріс кезінде сол қателік анықталды». Мен сенбей қалдым. «Қанша ақша?» деп сұрадым. Ким мырза қағазды маған ұсынды. Қағаздағы соманы көргенде көзіме сенбедім. Бұл біздің Қазақстаннан үй алып, жаңа өмір бастауымызға жететін қаражат еді. «Бұл сенің адал еңбегіңнің ақшасы. Біз оны өз қолымызбен табыстауға келдік», деді ол. Әкем көз жасын сүртіп, «Адал еңбек еш қашан жерде қалмайды екен», деді. Мен ақшадан бұрын Ким мырзаға алғыс айттым. Өйткені ол осынша жол жүріп, біздің отбасымызды арнайы іздеп келген еді. Бірақ дәл сол кезде Ким мырза маған тағы бір құжатты ұсынып, «Менде саған айтатын тағы бір маңызды жаңалық бар», деді. Сол жаңалық біздің бүкіл өмірімізді тағы бір рет өзгертіп жіберетінін ол кезде еш қайсымыз білмедік. «Менде саған айтатын тағы бір маңызды жаңалық бар», деді Ким мырза. Бәріміз үнсіз қалдық. Ол папкадан тағы бір құжатты алып маған ұсынды. «Компания басшылығы сен сияқты адал жұмыс істеген адамдардың тізімін жасады. Сенің атың сол тізімде бірінші болып тұр». Мен таңырқап, «Бұл нені білдіреді?» деп сұрадым. «Егер қаласаң, біз сені қайтадан Кореяға жұмысқа шақырамыз. Бұл жолы қарапайым жұмысшы емес, бригадир қызметіне. Жалақың бұрынғыдан 2 есе жоғары болады. Отбасымен бірге келуге де мүмкіндік қарастырамыз». Бұл ұсынысты естігенде бәрі үнсіз қалды. Әкем маған қарап, «Балам, шешімді өзің қабылда. Бірақ 4 жыл бойы сенің жолыңды тосқанымыз есімізде», деді. Айдана да ештеңе демеді. Тек қыздарымызды құшағына қысып отырды.
Сол түні көзіріне ұйқы кірмеді. Бір жағында үлкен мүмкіндік, екінші жағында 4 жыл бойы сағынған атанам. Таңертең ерте аулаға шықтым. Әкем орындықта үнсіз шай ішіп отыр екен. «Әке, не істейін?» деп сұрадым. Ол біраз ойланып, «Ақша әрқашан табылады балам. Бірақ адамның өміріндегі ең қымбат уақыт отбасымен өткізген уақыты. Кеше ғана қолыма 2 немеремді алдым. Олардың өскенін көрекілім келеді», деді. Әкемнің осы сөзі жүрегіме жетті. Сол күні Ким мырзаға барып, «Маған сенім артқандарыңызға рахмет. Бірақ дәл қазір мен үшін ең маңыздысы отбасымның жанында болу», дедім. Ким мырза жымиып, «Мен сенің дәл осындай жауап беретініңді сезгенмін. Сондықтан тағы бір сыйлығым бар», деді. Ол маған визиткасын ұстатып, «Болашақта қайтып келгің келсе, есігіміз әрқашан ашық». Мен оның қолын қысып, алғысымды айттым. Сол күні кешке алғаш рет өзімді шын мәнінде бақытты адамдай сезіндім. Бірақ бірнеше күннен кейін дәрігердің бір ғана сөзі біздің отбасымызды тағы да үлкен сынақтың алдын алып келді. Бірнеше күннен кейін 2 қызымызды жоспарлы тексеруге алып бардық. Дәрігер екеуін мұқият қарап шықты. Біз бәрі жақсы шығар деп ойлағанбыз, бірақ дәрігердің жүзі бірден өзгеріп кетті. «Үлкен қызыңызды қосымша тексеруден өткізуіміз керек», деді. Жүрегім зу ете қалды. «Неге? Не болды?» деп сұрадым. «Қазір нақты ештеңе айта алмаймын. Бірақ жүрегінің күмәнді белгі байқалды. Толық тексеру қажет». Айдана сол жерде жылап жіберді. Мен оны жұбатқым келді, бірақ өзімнің де аяқ-қолым қалтырап тұрды. 2 күннен кейін облыстық ауруханаға бардық. Қызымызға бірнеше тексеру жасалды. Дәрігердің кабинет алдына шыдамсыздықпен күтіп отырдық. Ақыры дәрігер бізді ішке шақырды. «Қорықпаңыздар, жағдай ойлағандай ауыр емес. Бірақ қызыңыздың жүрегінде кішкентай туа біткен ақау бар екен. Қазір оған тек бақылау керек. Көп жағдайда мұндай ақау бала өскен сайын өздігінен жабылып кетеді». Сол сөзді естігенде ғана тынысым кеңіді. Айдана көз жасын сүртіп, «Тек аман болса болды», деді. Сол күннен бастап біз 2 қызымызға бұрынғыдан да көп көңіл бөле бастадық. Әкем күнде немерелерін көтеріп, «Бұлар біздің үйдің берекесі, Алла өзі шипасын береді», деп батасын беретін. Уақыт өте келе қыздарымыз күшейіп күле бастады. Үйімізге қайтадан күлкі оралғандай болды. Бір кеште 2 қызымды құшағыма алып отырып, Айданаға қарап, «Есіңде ме? Бір кезде сені жақсы көрмеймін деген едім», дедім. Айдана үндемей басын изеді. Мен оның қолынан ұстап, «Қателесіппін. Махаббат кейде бірден келмейді екен. Ол бірге қиындық көргенде, бірге жылағанда, бірге бала өсіргенде келеді екен», дедім. Айдананың көзінен тағы да жас ақты. Бұл жолы мұңнан емес, бақыттан еді. Жылдар өте бастады. Егіз қыздарымыз еңбектеп, кейін тәй-тәй басып жүре бастады. Үйдің іші бұрынғыдан да көңілдеді. Әкем күн сайын, «Мына екеуі үйдің ырысы болды», деп немерелерін еркелететін. Бір күні кешке қыздарым ұйықтап қалған соң, әкем мені далаға шақырды. «Балам, саған айтар бір аманатым бар», деді. «Айтыңыз, әке». «Мен қартайып келемін. Ертең не боларын бір Алла біледі. Бірақ осы 2 қызды ешқашан бір-бірінен айырма. Анасына да жақсы қара. Сендердің бастарынан өткен қиындықты ешкімге тілемеймін». Мен үндемей басымды изедім. Әкемнің әр сөзі жүрегіме жетіп жатты. Арада бірнеше ай өтті. Бір күні Айдана маған күтпеген сұрақ қойды. «Данияр, бір нәрсе сұрасам ренжімейсің бе?» «Жоқ, сұрай бер». «Сен қазір мені шынымен жақсы көресің бе? Әлде тек қыздарымыз үшін ғана бірге жүрсің бе?» Мен бір үнсіз қалдым. Сосын оның 2 қолынан ұстап, «Бұрын сені сүймейтінімді айтқаным рас. Бірақ бүгін сол сөзім үшін қатты өкінемін. Егер сол күні сен менің өміріме кірмегенде, мен дәл осындай әке де, дәл осындай бақытты адамда болмас едім. Мен сені шын жүрегіммен жақсы көремін», дедім. Айдана көз жасын тыя алмады. Ол басын иығыма қойып, «Мен осы сөзді естимін деп ешқашан ойламаппын», деді. Сол күні біздің отбасымыз үшін жаңа өмір басталғандай болды. Бірақ арада бір апта өткенде, үйдің телефонына күтпеген қоңырау келді. Тұтқаны көтерген әкемнің жүзі күрт өзгеріп кетті. Ол маған бұрылып, «Балам, саған қатысты өте маңызды хабар екен», деді әкем. Мен бірден телефонды қолыма алдым. «Тыңдап тұрмын», дедім. Тұтқаның ар жағындағы дауыс өзін банк қызметкері ретінде таныстырды.
Сіз бірнеше жыл бұрын Кореяда жүргенде жинаған қаражатыңызды Қазақстаннан пәтер алуға алдын ала тіркеткен екенсіз. Қазір кезегіңіз келді. Мен аң-таң болып қалдым. Шынымды айтсам, ол өтінішті баяғыда беріп ұмытып кеткен едім. Қоңыраудан кейін бірден қалаға барып, барлық құжаттарды тапсырдым. Бір айдан кейін бізге жақсы хабар келді. Отбасымызға жаңа пәтердің кілтін табыстады. Әкем кілтті қолына ұстап тұрып, «Балам, сен 4 жыл шетелде босқа жүрмепсің. Еңбегіңнің жемісін көрдің», деді. Біз жаңа үйге көшкен күні Айдана дастархан жайды. Екі қызымыз бөлмеден бөлмеге жүгіріп шаттанып жүр. Олардың күлкісі бүкіл үйді қуанышқа бөледі. Мен балконға шығып ұзақ ойланып тұрдым. Кезінде «Бұл қызды жақсы көрмеймін» деген сөзді айтқан адам дәл өзім екеніме сену қиын еді. Ал бүгін сол қыз менің жарым, екі қызымның анасы, өмірімнің ең жақын адамына айналды. Сол сәтте Айдана жаныма келді. «Не ойлап тұрсың?» деп сұрады. Мен күлімсіреп, «Тағдыр кейде адамның жоспарын емес, бақытының жолын таңдайды екен» дедім. Айдана қолынан ұстап, «Ең бастысы, біз бәрін бірге жеңдік» деді. Мен екі қызымызға қарап, «Иә, ең үлкен байлық ақша емес, аман отбасы екен» дедім. Осылайша Кореяда күтпеген жерден басталған тағдыр бізді үлкен сынақтардан өткізді. Бірақ сол сынақтардың соңында біз бір-бірімізді, отбасының қадірін және шынайы бақыттың не екенін түсіндік. Жаңа үйге көшкенімізге жарты жылдай болды. Өміріміз бір қалыпқа түскендей еді. Бір күні кешке Айдана қолыма жүктілік тестін ұстатты. Қолым дірілдеп кетті. 2 сызық. «Данияр, тағы да әке боласың» деді күлімсіреп. Мен қуаныштан Айдананы құшағыма қысып алдым. «Бұл жолы бәрі басқаша болады. Енді сендерді ешқашан жалғыз қалдырмаймын» дедім. Бірнеше күннен кейін қалаға шаруамен шықтым. Сауда орталығынан шығып келе жатқанымда бір таныс жүзге көзім түсті. Бұл студент кезіндегі алғашқы махаббатым Аружан еді. Ол мені көріп бірден тоқтады. «Данияр, шынымен сенсің бе?» деді. Біз бірнеше минут сөйлестік. Ол әлі тұрмысқа шықпаған екен. Мен телефонымнан егіз қыздарының суретін көрсеттім. Сосын, «Жақында 3-ші баламыз дүниеге келеді» дедім. Аружан суретке ұзақ қарап қалды. Көзіне жас толып. «Бір кезде сені жоғалтып алғаныма қатты өкінемін. Егер тағдыр басқаша болғанда, мүмкін дәл осындай отбасы бізде болар ма еді» деді. Мен жай ғана жымидым. «Әр адамның өз тағдыры бар. Мен де бір кезде өмірім бұлай болады деп ойлаған емеспін» дедім. Үйге келген соң Айдана есіктен күлімдеп қарсы алды. Мен оның жүкті екенін, екі қызының асыр салып ойнап жүргенін көріп, жүрегім жылып сала берді. Сол сәтте өткенге ешқандай өкінішім қалмағанын түсіндім. Менің бақытым дәл осы үйде, дәл осы адамдардың жанында екен. Аружанмен кездескеннен кейін көп ойландым. Бірақ өткенге қайтып оралудың еш мәні жоқ екенін жақсы түсіндім. Үйге кіргенімде екі қызым жүгіріп келіп аяғыма жармасты. «Әке келді» деп мәз болды. Айдана да күлімдеп қарсы алды. Сол сәтте жүрегім тынышталып сала берді. Бірнеше айдан кейін дәрігердің қабылдауына бірге бардық. Дәрігер ультрадыбысты қарап отырып жымиып, «Құттықтаймын, сәбидің жағдайы жақсы, бірақ тағы бір жаңалығым бар» деді. Екеуміз бір-бірімізге қарап қалдық. «Бұл жолы ұл күтіп жүрсіздер». Айдана қуаныштан көзіне жас алды. Мен де өз құлағыма өзім сенбедім. Үйге келгенде әкеме сүйінші хабарды айттым. Әкем екі қолын жайып, «Аллаға шүкір. Екі қыздың артынан ұл келсе, шаңырақтың шаттығы арта түседі» деп батасын берді. Айлар өте берді. Айдананың аяғы ауыр болса да, қыздарымызға бұрынғыдай мейірімін төгіп жүрді. Бір күні кешке ол маған, «Есіңде ме? Бір кезде сені жақсы көрмеймін деген едің» деп күліп айтты. Мен ұялып, сол сөзім үшін өмір бойы кешірім сұрасам да аз. Егер сол кезде сенен бас тартқанымда, дәл осындай бақытты өмірді ешқашан көрмес едім дедім. Айдана қолымды қысып, «Ең бастысы, бүгін бәрі басқаша. Өткенді қозғамайық» деді. 8 айға толғанда Айдананың толғағы басталды. Бұл жолы бәріміз тыныш едік. Өйткені дәрігерлер жүктіліктің жақсы өтіп жатқанын бірнеше рет айтқан болатын. Бірақ перзентханаға кірер алдында Айдана менің қолымды қатты ұстап, «Данияр, маған бірдеңе болып кетсе, балаларымызды аманат етемін» деді. Мен оның сөзін бірден бөліп, «Ондай сөзді енді ешқашан айтпа. Бұл жолда бәрі жақсы болады. Мен сендерді күтіп тұрам» дедім. Операция бөлмесінің есігі жабылған сәтте жүрегім тағы да қатты дүрсілдей бастады. Бір кезде осы дәлізде егіз қыздарымызды күтіп отырғаным есіме түсті.
Сол күннен бері қаншама нәрсе өзгертті. 2 сағаттай уақыт өткен соң, дәрігер күлімдеп сыртқа шықты. Құттықтаймын, ұлды болдыңыздар. Қуаныштан көзіме жас келді. Айдана қалай? Деп бірден сұрадым. Анасының да, баланың да жағдайы жақсы. Сол сәтте Аллаға сансыз шүкіршілік айттым. Бірнеше күннен кейін Айдана сәбиімізді құшағына алып үйге оралды. 2 қызымыз кішкентай інілерін көріп, бұл біздің ініміз бе? Деп айналсоқтап жүрді. Әкем немересін қолын алып, міне, шаңырақтың иесі де дүниеге келді. Алла ғұмырын ұзақ қылсын, деп ақ батасын берді. Үйіміз бұрынғыдан да шаттыққа толды. Бір күні балалар аулада ойнап жүргенде, Айдана маған қарап, сен өзгердің, деді. Қалай? Бұрын жұмысты ғана ойлайтын едің. Қазір жұмыстан келе сала балаларды іздейсің, бізді іздейсің. Мен күліп, өйткені мен енді бақыттың қайда екенін түсіндім, дедім. Сол кеште балалар ұйықтап болған соң аулада шай ішіп отыр едік. Телефоныма белгісіз нөмірден хабарлама келді. Ашық қарасам, Аружан жазыпты. Сенің отбасыңды көріп, өмірде ең үлкен қателігімді түсіндім. Саған тек бақыт тілеймін. Мен хабарламаны оқып, еш жауап жазбадым. Телефонды өшіріп, үстелдің үстіне қойдым. Айдана үндемей маған қарады. Мен оның қолынан ұстап, өткен өмір өткен жерде қалды. Мен үшін ең қымбат адамдар сен және балаларымыз, дедім. Айдана күлімсіреп иырма басын қойды. Сол сәтте аспанға қарап іштей, Аллаға шүкір, бақыт дегеніміз дәл осы екен деп ойладым. Арада 3 жыл өтті. Егіз қыздарымыз мектеп алды даярлыққа барды. Ұлымыз да ер жетіп үйдің еркесіне айналды. Бір күні кешке дастархан басында отырғанда әкем кеудесін ұстап қалды. Әке, сізге не болды? Деп орнынан атып тұрдым. Ол, ештеңе емес, аздап қысылып кетті, деді. Бірақ жағдайы жақсармай, жедел жәрдем шақырдық. Дәрігерлер тексеріп болған соң, жүрегіне күш түскен, біраз уақыт демалып, ем қабылдау керек, деді. Әкем ауруханада жатқан бірнеше күнде балаларым оны күнде іздейтін. Егіз қыздарым сурет салып, ата, тезірек үйге келіңізші, деп хат жазып жіберді. Ұлымыз болса ойыншығын көтеріп, мынау атандікі, деп ешкімге бермейтін. Бір аптадан кейін әкем үйге оралды. Балалар жүгіріп барып мойнына асылғанда, оның көзінен жас шығып кетті. Осындай немерелерді көрсін деп Алла маған ғұмыр берген екен, деді. Сол кеште бәріміз бірге шай ішіп отырғанбыз. Әкем маған қарап, балам, есіңде ме? Бір күні мына қызды жақсы көрмеймін деп келген едің, деп күліп жіберді. Мен ұялып басымды төмен түсірдім. Иә, әке, сол сөзім өміріндегі ең үлкен қателігім болған екен. Әкем Айданаға қарап, қызым, осы үйдің берекесі сен болдым. Ұлында нағыз әке, нағыз азамат қылғанда сенсің, деді. Айдана үндемеді, тек көзіне жас алып, әкемнің қолын ұстап, әке, сіздің баталарыңыздың арқасы, деді. Сол сәтте үйіміздің іші бұрынғыдан да жылы сезілді. Бірақ дәл сол түні есігімізді бір адам қағып, біздің отбасымыз күтпеген жаңалық еститінін ешқайсымыз білген жоқпыз. Түн ортасы ауған кез еді. Есіктің қоңырауы қайта-қайта соғылды. Мен сыртқа шықтым. Есіктің алдында жасы 70-тен асқан қария мен орта жастағы әйел тұр екен. Данияр осы үйде тұра ма деп сұрады қария. Иә, менмін. Қария қалтасынан ескі суретті алып шықты. Суретте мен Кореяда жұмыс істеген зауыттың алдында бірнеше жігітпен бірге тұр екенмін. Балан, сені әрен таттық, деді. Мен ештеңе түсінбей қалдым. Оларды үйге шақырдым. Шай үстінде қария әңгімесін бастады. Менің ұлым да сендермен бірге Кореяда жұмыс істеген. Бір күні ауыр науқастанып елге қайтпай, сол жақта көз жұмды, деді. Үй іші тып-тыныш болып кетті. Ұлымның соңғы күндерінде жанында болған қазақ жігіті бар деп естідік. Ол сен екенсің. Көз алдыма бәрі қайта елестеді. Иә, ол жігіттің аты Нұрбек болатын. Ауырғанда қасында бірге ауруханаға барғанда мен едім. Елге хабар бергенде өзім болатымын. Қария көз жасын сүртіп, ұлымның соңғы күндері жалғыз болмағанын білсек деп келдік. Бізге бәрін айтып берші, деді. Мен болған оқиғаның бәрін жасырмай айтып бердім. Әңгімем аяқталғанда қария орнынан тұрып мені құшақтап алды. Балан, сен біз көрмеген жақсылықты жасаған екенсің. Алла разы болсын. Ұлымның жанында туған бауырындай болыпсың, деді. Айдана да көз жасын тыя алмады. Қария кетерінде маған қарап, адамның байлығы ақшасында емес екен, артында қалатын жақсы аты мен жасаған жақсылығы екен, деді.
Ол кісілерді шығарып салып үйге қайта кіргенінде, екі қызым мен ұлым тыныш ұйықтап жатыр екен. Соларға қарап тұрып, өмірдің ең үлкен бақыты отбасы ғана емес, өзгеге жасаған жақсылықта екенін терең түсіндім. Қариялар кетіп қалғаннан кейін ұзақ уақыт ұйықтай алмадым. Терезенің алдында үнсіз отырып, өткен өмірімді ойладым. Бір кезде, бұл қызды жақсы көрмеймін деп жүрген, менің бүгін 3 баланың әкесі болғаныма өзімде сене алмайтынмын. Таңертең ерте әкем мені далаға шақырды. Балам, кеше келген кісілерді көрдің ғой? Адам өмірден өткенде артында үйі де, көлігі де қалмайды. Тек жасаған жақсылығы қалады деді. Мен үнсіз басымды изедім. Сол күні кешке отбасымызбен бірге дастархан басында отырғанбыз. Кенет Айдананың телефонына Кореядан бейне қоңырау келді. Экраннан Ким мырза көрінді. Қалайсыңдар? Қыздарың өсіп қалыпты ғой деп күлімсіреді. Біз біраз сөйлестік. Әңгіме соңында ол: мен келесі айда Қазақстанға іссапармен барамын. Егер қарсы болмасаңдар, сендердің үйлеріме қонақ болып қайтқым келеді деді. Бір айдан кейін Ким мырза уәдесінде тұрып келді. Ол балаларға Кореядан әкелген сыйлықтарын табыстады. Егіз қыздар қуанып билеп кетті. Ұлымыз болса, ойыншық көлігін құшақтап, Ким мырзаның қасына шықпады. Әкем дастархан басында оған қарап, біздің үйге алыстан келген әр қонақ құрметті қонақ деп батасын берді. Ким мырза үйімізге ұзақ қарап отырып: Данияр, сен кезінде Кореяға жалғыз келген едің. Ал бүгін мынадай үлкен отбасының отағасы болып отырсың. Сенің ең үлкен жетістігің осы деді. Мен балаларыма көз тастадым. Айдана да маған жымиып қарады. Сол сәтте ішімнен: иә, мен Кореядан ақша ғана емес, өмірлік бақытымды алып қайтыппын деп ойладым. Бірақ дәл сол кеште үлкен қызының маған айтқан бір ғана сөзі жүрегімді ерекше елжіретіп жіберді. Әке, біз өскенде сіз сияқты жақсы адам болғымыз келеді деген сөзін естігенде жүрегім елжіреп кетті. Мен оны құшағыма алып: жоқ қызым, сендер менен де жақсы адам болыңдар. Адамға ешқашан жамандық жасамаңдар, біреуді алдамаңдар. Сонда өмір сендерге де жақсылығын қайтарады дедім. Қызым күлімсіреп басын изеді. Сол түні балалар ұйықтап болған соң, Айдана екеуміз аулада ұзақ отырдық. Бір нәрсе сұрайыншы, деді ол. Сұрай ғой. Егер сол күні менің аяғым ауыр болмағанда, біз бірге болар ма едік? Мен біраз үнсіз қалдым. Сосын шындықты айттым. Жоқ, бәлкім әркім өз жолмен кетер еді. Бірақ қазір сол күнге еш өкінбеймін. Өйткені Алла бізді осылай табыстырған екен. Айдана көз жасын сүртіп: мен де ештеңеге өкінбеймін. Сен жақсы көрмеймін дегенде қатты жылағанмын. Бірақ бір күні жүрегім өзгереді деп сендім. Мен оның қолынан ұстап: сен жеңдің, Айдана. Сенің сабырым жеңді. Сен отбасыңды сақтап қалдың дедім. Ол күлімсіреп иығыма басын қойды. Сол сәтте әкем сыртқа шығып: екеуіңді көріп көңілім тынышталады. Енді менің бір ғана арманым қалды деді. Қандай арман, әке? Немерелерінің мектепке барғанын, ер жеткенін, бақытты болғанын көрсем болды. Мен әкемнің қолын қысып: көресіз, әке, Алла қаласа бәрін көресіз дедім. Бірақ тағдырдың бізге дайындаған соңғы сынағы әлі алда тұрған еді. Арада 2 ай өткенде әкемнің денсаулығы қайта сыр берді. Бұл жолы жағдайы бұрынғыдан ауыр болды. Дәрігерлер дереу облыстық ауруханаға жатқызды. Бүкіл отбасы болып, аурухананың алдында таң атқанша күттік. Егіз қыздарым: атам қашан үйге келеді деп қайта-қайта сұрай берді. Ал ұлым қолындағы ойыншығын құшақтап: мынаны атама берем деп жылап отырды. Келесі күні дәрігер бізді кабинетіне шақырды. Жағдайы тұрақталды, бірақ оған енді қатты уайымдауға болмайды, тыныш өмір керек деді. Сол сөздің өзін естігенде бәріміз терең дем алдық. Әкем бір аптадан кейін үйге шықты. Үйге кірген бойда немерелері жүгіріп барып құшақтады. Әкемнің көзіне жас келді. Осылар үшін өмір сүргім келеді деді. Бір кеште ол мені жанына отырғызып: Данияр, мен саған бір шындықты айтайын. Сен Кореядан келген күні қолымдағы 2 қызды көргенде іштей қатты қорықтым. Ұлымның өмірі не болады деп уайымдадым. Бірақ бүгін түсіндім. Сол 2 қыз біздің үйге береке болып беріпті. Мен үндемей тыңдап отырдым. Ал Айдана, ол бұл әулетке келін емес, қыз болып кетті. Оны ешқашан ренжітпе деді. Мен әкемнің қолын ұстап: уәде беремін, әке дедім. Сол түні үйдің ауласына шығып, ұзақ аспанға қарадым. Осыдан бірнеше жыл бұрын дәл мен осы аулада бұл қызды жақсы көрмеймін деп өз тағдырыма ренжіген едім. Ал бүгін сол қыз менің өмірімнің тірегіне айналды.
екі егіз қызым мен ұлым өмірімне мәні болды. Сол сәтте ішімнен Алла кейде адамның тілегенін емес, өзіне ең жақсысын береді екен деп шүкіршілік еттім. Біздің оқиғамыз дәл сол күні аяқталған жоқ. Бірақ сол күннен бастап үйімізде бән ғана ереже болды. Қандай қиындық келсе де, оны бірге қарсы аламыз. Өйткені нағыз отбасы бір-бірін қиындықта тастамайтын жандар. Уақыт өте берді. Қыздарымыз бірінші сыныпқа барды. Ұлымыз да балабақшаға үйреніп қалды. Үйдің іші бұрынғыдай күлкіге толы болатын. Бір күні кешке үлкен қызым жаныма келіп, «Әке, мен өскенде дәрігер боламын» деді. «Неге дәл дәрігер?» деп сұрадым. Өйткені мен кішкентай кезінде дәрігерлер мені аман алып қалған ғой. Енді мен де басқа балаларға көмектескім келеді. Оның сөзін естігенде көз алдыма Кореядағы сол қорқынышты түн елестеп кетті. Медициналық тікұшақ, перзентхана, ерте туған екі кішкентай қыз. Сол күндердің бәрі кеше ғана болғандай сезілді. Кешке әкем бәрімізді дастархан басына жинады. «Менің сендерге айтарым бар» деді. Бәріміз үнсіз қалдық. «Балам, мен өмір бойы жалғыз ұлымның болашағына алаңдап жүрдім. Сен Кореяға кеткенде әр түні Алладан амандығыңды сұрайтынмын. Ал бүгін сенің осындай отбасыңды көріп, арманның бәрі орындалғандай болды». Айдана әкемнің қолынан ұстап, «Әке, біз сіздерді ешқашан жалғыз қалдырмаймыз» деді. Әкем күлімсіреп, «Маған басқа ештеңе керек емес, тек осы бірліктеріңнен айырылмаңдар». Сол түні балалар ұйықтап болған соң, Айдана екеуміз аулада отырдық. «Данияр, өміріңді қайта бастауға мүмкіндік берілсе, нені өзгертер едің?» деп сұрады. Мен көп ойланбастан, «Бір ғана нәрсені, саған алғаш кездескен күнімнен бастап жүрегімді тыңдар едім. Сонда сені сонша жыл күттірмес едім» дедім. Айдана күліп жіберді. «Ең бастысы, бәрі жақсы аяқталды». Мен оның қолынан ұстап, «Е, кейде адам бақытын алыстан іздейді, ал менің бақытым қасында жүрбін екен» дедім. Сол сәтте үш баламыз жүгіріп шығып, «Әке, анашым, суретке түсейік» деп бізді құшақтап алды. Біз төртеу емес, бесеу емес, тұтас бір отбасы болып күліп тұрған сәтте, өмірдің ең үлкен сыйы дәл осы екенін анық түсіндім. Арада тағы 5 жыл өтті. Егіз қыздарымыз 5-ші сыныпқа көшті. Ұлымыз да мектеп табалдырығын аттады. Бір күні кешке балалар ескі фотоальбомды тауып алып, суреттерді қарап отырды. Үлкен қызым қолына Кореяда түскен суретті алып, «Әке, бұл қай жер?» деп сұрады. Мен суретке ұзақ қарап қалдым. «Бұл сендер дүниеге келген ел. Сендер өте кішкентай болып туғансыңдар». Қыздар тамырқап бір-біріне қарады. «Біз шынымен тікұшақпен ауруханаға барғанбыз ба?» «Иә, сендердің өмірлерің үшін дәрігерлер бар күшін салды. Сол күндерді ешқашан ұмытпаймын». Үлкен қызым үндемей отырып қалды. Бір кезде, «Әке, біз аман қалғанымыз үшін Аллаға күнде шүкір айтуымыз керек екен ғой», деді. Мен басымды изедім. Сол сәтте әкем сөзге араласты. «Балаларым, өмірде байлық та, атақ та маңызды емес. Ең үлкен байлық отбасы. Сендердің әке-шешелерің соны қиындықпен түсінді». Айдана маған қарап жымиып қойды. Кешке балалар ұйықтаған соң, мен аулаға шықтым. Айдана қасыма келіп, «Не ойлап тұрсың?» деп сұрады. «Есіңде ме? Бір күні мен сені жақсы көрмеймін» деген едім. Айдана күліп жіберді. «Қазір соны еске алсам күлкім келеді». Мен оның қолын ұстап, «Егер сол күні жауапкершіліктен қашып кеткенімде, мына 3 баланың әкесі болмайтын едім. Әкемнің де осындай бақытты күндерін көрмес едім». Айдана иығыма басын қойды. Кейде Алла адамның жолын өзі таңдап береді. Біз соны кейін барып түсінеміз. Мен үнсіз ғана көкке қарадым. Шүкіршілік деген сөздің мәнін енді ғана толық түсінгендей едім. Ал дәл сол түні есігімізге хат келді. Хаттың сыртында корей тілінде бір ғана сөйлем жазылып тұр екен. «Сізді Сеулден маңызды мерейтойға шақырамыз». Бұл шақыру біздің өмірімізге тағы бір күтпеген өзгеріс әкелетінін ол кезде ешкім білмеген еді. Хатты ашып оқысам, мен бұрын жұмыс істеген Корей компаниясы өзінің 30 жылдық мерейтойына шақырыпты. Шақыру қағазында, «Сіз біздің компания тарихындағы ең адал қызметкерлердің бірі болдыңыз. Отбасыңызбен бірге арнайы қонақ ретінде келуіңізді сұраймыз» деп жазылыпты. Мен бір сәт үнсіз қалдым. Айдана да таңырқап, «Шынымен барамыз ба?» деп сұрады. Әкем бірден, «Барыңдар балам, балаларың дүниеге келген жерді көрсін. Бірақ бұл жолы жұмыс үшін емес, қонақ болып барыңдар» деді.
Бірнеше аптадан кейін бәріміз ұшаққа отырдық. Мен, Айдана, егіз қыздарымыз, ұлымыз. Көп жылдан кейін қайтадан Корея жеріне аяқ бастық. Әуежайдан бізді Ким мырза өзі қарсы алды. Қош келдіңдер, қыздарың қандай үлкен болып кеткен деп, балаларға сыйлықтарын табыстады. Ертеңіне компанияның мерейтойына бардық. Сахнаға мені арнайы шақырды. Жүздеген адамның алдында компания директоры сөз сөйледі. Бұл азамат 4 жыл бойы бір күнде еңбек тәртібін бұзған жоқ. Әріптестеріне көмектесті. Адал еңбегімен бәріміздің құрметімізге ие болды. Бүкіл зал қол шапалақтай бастады. Мен сахнадан түсіп келе жатқанда бір әйел жаныма жақындады. Ол қазақша. Кешіріңіз, сіз Даниярсыз ба деді. Иә. Мен сол түні жұбайыңызды тікұшақпен алып келген дәрігерлер тобының құрамында болдым. Мен аң-таң болып қалдым. Дәрігер күлімсіреп. Шынымды айтсам, ол түні анасы мен егіз сәбилердің аман қалуы өте қиын болды. Бірақ сіз операция бөлмесінің алдында таң атқанша дұға жасап отырғаныңызды әлі ұмытқан жоқпын. Айдананың көзіне жас келді. Дәрігер екі қызымызға қарап, міне, сол кішкентай сәбилер осылар ма? Қандай бой жетіп қалыпты деді. Сол сәтте бәріміздің көзімізге еріксіз жас келді. Бірақ дәл мерейтой аяқталар кезде Ким мырза мені оңаша шақырып, Данияр, сен туралы тағы бір тосын суйымыз бар деді. Хатты ашып оқысам, мен бұрын жұмыс істеген Корей компаниясы өзінің 30 жылдық мерейтойына шақырыпты. Шақыру қағазында, сіз біздің компания тарихындағы ең адал қызметкерлердің бірі болдыңыз. Отбасыңызбен бірге арнайы қонақ ретінде келуіңізді сұраймыз деп жазылыпты. Мен бір сәт үнсіз қалдым. Айдана да таңырқап, шынымен барамыз ба деп сұрады. Әкем бірден, барыңдар балам, балаларын дүниеге келген жерді көрсін, бірақ бұл жолы жұмыс үшін емес, қонақ болып барыңдар деді. Бірнеше аптадан кейін бәріміз ұшаққа отырдық. Мен, Айдана, егіз қыздарымыз, ұлымыз. Көп жылдан кейін қайтадан Корея жеріне аяқ бастық. Әуежайдан бізді Ким мырза өзі қарсы алды. Қош келдіңдер, қыздарың қандай үлкен болып кеткен деп, балаларға сыйлықтарын табыстады. Ертеңіне компанияның мерейтойына бардық. Сахнаға мені арнайы шақырды. Жүздеген адамның алдында компания директоры сөз сөйледі. Бұл азамат 4 жыл бойы бір күнде еңбек тәртібін бұзған жоқ. Әріптестеріне көмектесті. Адал еңбегімен бәріміздің құрметімізге ие болды. Бүкіл зал қол шапалақтай бастады. Мен сахнадан түсіп келе жатқанда, бір әйел жаныма жақындады. Ол қазақша. Кешіріңіз, сіз Даниярсыз ба деді. Иә. Мен сол түні жұбайыңызды тікұшақпен алып келген дәрігерлер тобының құрамында болдым. Мен аң-таң болып қалдым. Дәрігер күлімсіреп. Шынымды айтсам, ол түні анасы мен егіз сәбилердің аман қалуы өте қиын болды. Бірақ сіз операция бөлмесінің алдында таң атқанша дұға жасап отырғаныңызды әлі ұмытқан жоқпын. Айдананың көзіне жас келді. Дәрігер екі қызымызға қарап. Міне сол кішкентай сәбилер осылар ма? Қандай бой жетіп қалыпты деді. Сол сәтте бәріміздің көзімізге еріксіз жас келді. Бірақ дәл мерейтой аяқталар кезде Ким мырза мені оңаша шақырып, Данияр, сен туралы тағы бір тосын сыйымыз бар деді. Данияр, сен туралы тағы бір тосын сыйымыз бар, деді Ким мырза. Мен оның соңынан ердім. Ол мені үлкен залдың жанындағы шағын бөлмеге алып кірді. Үстелдің үстінде ескі фотоальбом жатыр екен. Ким мырза альбомды ашып, мынаны таныдың ба деді. Алғашқы бетте 4 жыл бұрын зауытқа жұмысқа алғаш келген күніміздегі сурет тұр екен. Жас жігітпін, арманым көп, қалтамда ақша жоқ, бірақ үмітім зор. Келесі беттерде әр жылдағы суреттерім сақталыпты. Соңғы бетіне келгенде өз көзіме өзім сенбедім. Онда менің Айданамен және егіз қыздарымен түскен суретіміз қойылыпты. Төменгі жағына корей тілінде бір сөйлем жазылған екен. Ким мырза оны қазақша аударып берді. Нағыз байлық, адал еңбекпен бақытты отбасы. Менің көзіме жас келді. Осы 4 жылдық еңбегімді біреу осылай бағалайды деп ешқашан ойламаппын. Сол кезде Ким мырза қолыма кішкентай қорап ұстатты. Бұл біздің ұжымның саған деген сыйлығы. Қораптың ішінде алтын емес, ақша да емес. Зауыттың логотипі ойылып жазылған қарапайым ғана сағат екен. Артқы бетінде еңбек ешқашан зая кетпейді деген сөз қашалып жазылыпты. Мен сол сағатты қолыма тағып жатып, бұл мен үшін ең қымбат сыйлықтардың бірі болады дедім. Қазақстанға қайтар күні Ким мырза бізді әуежайға дейін шығарып салды. Қоштасарда болмаған қарап, Данияр, сен Кореяға ақша іздеп келдің.
Бірақ бұл жерден отбасыңды, өмірлік бақытыңды тауып қайттың деді. Мен күлімсіреп, иә, мұны енді ғана толық түсіндім деп жауап бердім. Ұшақ көкке көтерілгенде қыздарым терезеден бұлттарға қарап мәз болып отырды. Ұлым анасының иығына сүйеніп ұйықтап қалған. Мен олардың бәріне қарап отырып, Аллаға шүкір, осы бақытты өмірдің әр күні үшін мыңда бір шүкір деп іштей дұға жасадым. Өйткені кейде адамның өміріндегі ең үлкен махаббат алғашқы кездесуден емес, жауапкершіліктен, сабырдан және бірге өткен қиындықтардан басталады екен. Қазақстанға оралғаннан кейін өміріміз қайтадан өз қалпына түсті. Бірақ Корея сапарынан кейін менің бір әдетім пайда болды. Күн сайын кешке жұмыстан келген соң, 3 баламды құшақтап шығатынмын. Бір күні үлкен қызым, «Әке, сіз бізді неге күнде осылай құшақтайсыз?» деп сұрады. Мен күлімсіреп, «Өйткені сендердің әр күніңе шүкіршілік етемін» дедім. Қызым түсінбегендей басын қисайтты. Сонда әкем сөзге араласты. «Қызым, сендер кішкентай кездерінде өмір үшін күрестіңдер. Әкелерің сол күндерді ешқашан ұмытпайды» деді. Екі қызым жүгіріп келіп мені құшақтап алды. «Әке, біз сізді қатты жақсы көреміз». Сол сөзді естігенде жүрегім елжіреп кетті. Кешке Айдана екеуміз аулада шай ішіп отырдық. «Данияр», деді ол. «Иә, бір кезде мен сені жоғалтып аламын деп қатты қорқатынмын. Сен жақсы көрмеймін деген сайын түнде жылап шығатынмын». Мен оның қолынан ұстап, «Ал мен өмірімдегі ең үлкен қателігім сол сөз болғанын енді түсіндім» дедім. Айдана жымиып, «Ең бастысы, қазір бәрі артта қалды». Сол кезде әкем үйден шығып, «Балалар, бәрің бері келіңдер, отбасылық суретке түсейік» деді. 3 баламыз жүгіріп келіп арамызға тұрды. Фото суретке түсер алдында әкем жай ғана, «Мына суретті жақсы сақтаңдар. Ертең балалар өседі, біз қартаямыз. Бірақ отбасының бірге түскен суреті ең қымбат естелік» деді. Суретке түсіп болған соң, мен сол кадрға ұзақ қарап тұрдым. Бір кезде Кореяда «Бұл қызды жақсы көрмеймін» деген жігіттің дәл осындай бақытты әке болатынына ешкім сенбес еді. Ал тағдыр маған күтпеген сыйын осылай берген екен. Арада да 15 жыл өтті. Егіз қыздарымыз мектепті үздік бітірді. Үлкені дәрігер болуды таңдады. Кішісі халықаралық қатынастар мамандығына түсті. Ұлымыз болса, «Мен атам сияқты еңбекқор, әкем сияқты жауапты азамат болғым келеді» деп өсіп бере жатты. Бір күні қыздарым, «Әке, біз сізге бір жер көрсеткіміз келеді» деді. Олар мені қала шетіндегі жаңа ғимаратқа алып барды. Есігінің алдында үлкен жазу тұр екен. «Екмет қайырымдылық қоры». Мен таңырқап қалдым. «Бұл не?» деп сұрадым. Үлкен қызым күлімсіреп, «Әке, бұл қорды біз сізбен анамыздың құрметіне аштық». «Не үшін?» «Ерке туған нәрестелерге және шетелде қиын жағдайға тап болған қазақстандық отбасыларға көмектесу үшін». Мен үнсіз қалдым. Қызым сөзін жалғастырды. «Біз кішкентай кезімізде бізге қаншама адам көмектескенін сіз үнемі айтып отыратынсыз. Енді сол жақсылықты біз де жалғастырғымыз келеді». Сол сәтте жанымдағы Айдана да көз жасын сүртіп тұр екен. Мен екі қызымды құшақтап, «Мен сендермен мақтанамын» дедім. Дәл сол кезде ұлым қолыма ескі бір қорапты ұстатты. Ішін ашсам, Кореядан сыйға алған баяғы сағат. Артында әлі күнге дейін «Еңбек ешқашан зая кетпейді» деген жазу тұр. Мен сағатты қолыма тағып, балаларыма қарап жымиып, «Жоқ, еңбек қана емес, жасаған жақсылықта ешқашан зая кетпейді екен» дедім. Сол күні кешке бүкіл отбасымыз бір дастарханның басына жиналдық. Әкем баяғыдай төрде отырып, немере шөберелеріне қарап күлімсіреп отырды. Мен бір сәт көзімді жұмып, ішімнен, «Аллаға шүкір. Бір кезде қателік деп ойлаған оқиға менің өмірімдегі ең үлкен бақытым болып шықты» деп дұға жасадым. Біздің тағдырымыз осылай аяқталды. Өмір маған бір ғана ақиқатты үйретті. Нағыз махаббат кейде бірден келмейді. Ол бірге көтерген жауапкершіліктен, төгілген көз жасынан, кешірімнен және бірге өткен өмірден туады. Құрметті көрермен, егер осы оқиға жүрегіңізге жетсе, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіз қай қаладан, сағат қаншада көріп отырсыз? Міндетті түрде пікірге жазыңыз. Ал енді сізге бір сұрақ. Егер Данияр сол күні «Мен бұл қызды сүймеймін» деп кетіп қалғанында, оның өмірі дәл осындай бақытты болар ма еді? Әлде тағдыр оған екінші мүмкіндік бермес пе еді? Өз ойыңызды пікірге жазыңыз. Барлық пікірді оқимыз. Келесі әсерлі әңгімеде кездескенше, аман сау болыңыздар.